Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте дәмді пеште пісірілген тартылған ет пен ірімшік қосылған тәтті бұрыштың жасалу жолын ұсынамын. Жасалу жолы өте оңай, ерекше тағамның бірі. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар сарымсақ, тартылған ет, ірімшік, пияз, қызанақ және тәтті бұрыш. Ең алдымен ыдысқа тартылған етті салып, оның үстіне ұсақтап туралған пиязды саламыз. Сонан соң ұсақтап туралған қызанақты саламыз. Оның үстіне үкіштен өткізілген сарымсақты саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қалауыңызша аскөк немесе ақ желкен саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте формаға аздап сұйық май құйып майлаймыз. Келесі жасайтынымыз тәтті бұрышты екіге бөліп аламыз. Мен бұл тағамға тәтті бұрышты мұздатқышты қатырылған түрін пайдаланып жатырмын. Сіздер балғын түрін пайдалансаңыздар да болады. Қысқа арнайлап қатырылған тәтті бұрыштың да дәмі өте керемет болып шығады. Ендігі кезекте дайындап қойған салманы тәтті бұрыштардың ішіне қасықпен басыңқырап салып шығамыз. Дайын болған тәтті бұрыштарды формаға салып шығамыз. Алдын ала қызған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Мінекей тағам толықтай пісіп шықты. Видеодағыдай барлығының бетіне үкіштен өткізілген ірімшікті салып шығамыз. Қайтадан пешке 5 минутқа саламыз, бетіндегі ірімшік еруі керек. Мінекей достар, өте дәмді, ерекше тағам дайын. Жасалу жолы өте оңай, әрі жылдам жасалады. Күнделікті қайталана беретін тағамнан жалықсаңыз, бұл тағамды да жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.